Өралтайдың биылғы көктемі тым сүркей келді. Қуаңшылықтың құйыны борап, қитұрқы ыстық алғашқы көк майсаны көктей орды. Қыстан қысылып шыққан адам аққа, мал көкке жармай қуаңшылықтың қу тулағында қалды. Жеті ағайынды жұтамын дегендей әр есіктен айыр тілін жалаңдатады. Ел ішінде ашаршылық, мал ішінде індет көбейді. Көк өзек шақта үкімет те қоңторғай халыққа сұғын қадап, сумақты шеріктерін шепке аттандырып, жұтан халыққа жұттан арман азап арқалатты. Күйзелген елді құбақан жерді көріп, көңілі ойсыраған Сұлубай күртінің қара шоқысына жеткенде тау үшін кешкі қара көлеңке бүркей бастап еді. Жұқа елтір тымағын шалқайта киіп алды да, келе жатқан Сұлубай жан-жағына жалтақтамады. Қара көлеңкемен жарыса ескен самалға кеудесін тосып, үн-түнсіз бір жүрістен танбады. «Уай Сұлукей!» деді Оспан атын сипай қамшылап бара жатқан Сұлубайға дауыстап. «Көз байланып барады. Біраз жүрсек жалаңаш далаға шығып кетеміз. Қарашоқының сайсарасы қаншалық қуаңшылық болса да, көгалын бермеуші еді, осында түнеп ат белін көтерелік». Сұлубай тізгінін тартып жүрісін баяулатты да: «Әй төпкіш!» деді қазаншы Қанжыға деген жас жігітке. «Көбе ағаң қай тұстан жолығамыз деп еді. Ат басын солай бұрмайсың ба? Ошың шөлдесе керек. Дәл бүгін, жылқы жылы маусымының 15 жаңасында Тамыр деген жердегі қызыл тасының қиясында жолықсайық деген еді ғой. Биағам айтқан уәделі жерге Қанжығаның белі опырылса, еңбектеп баруға пейіл. Ошыңды қойып қара жерді қаталап жатыр», деді қашан да қағытпалап қуш-кештене сөйлер әдетімен. Олар қыбыла жағында биік жартасы бар дөңгелек жұрттың иығынан аса бергенде мылтық шақпағының қайырылғаны тақылеттес шақ-шақ еткен дыбыс естілді. Қанжыға тоқтай қалып: «Тоқ-тоқ, тоқылдат, шақпағыңды жарқылдат» деп белгіні түсініп жауап қайтарғандай ерінің қасын қамшысының сабымен қағып-қағып жіберді. Қамшылар жақ тұстағы үйтастың тасасынан адамдардың қараңдаған көлеңкесі көрінді. Уәделі маңда жол тосып жүрген көбегендер саңғырлай сөйлеп, сау етіп олардың алдынан шықты да қостарына бастады. Әлекедей жаланған өңшең жас жігіт Сұлубай мен Оспан бастаған үлкендерді аттан түсіріп, терлеп қызынып келген аттардың ер-тоқымын алып, шоқтықтарына тізгінді түйіп қаңтарып тастады. Аман сәлемнен соң көбеген: «Алғанеки, үйге кіріңдер» деп еді. Үй деген сөзге құлағы елең еткен Сұлубай жан-жағына қарап тұрып: «Қайсы үйіңізге көбе аға?» деді таң қалған бейнемен байқатып. «Сұлукей батыр». «Әй, батыр аңғал, палуан шомбал дегендей әлі де баласың-ау. Қазақтың от жаққан жері отаны, күл төккен жері үй емес пе? Маған ілессең бәрін ұғасың» деді еңкілдеп. Кіре берісі кең аңырқай тас үңгірдің ең түбінде болымсыз жарық жылтылдайды. Сұлубайға мына үңгір шалқасынан жатқан дию да анау жылтылдаған жарық соның жалғыз көзі ұқсап елестеді. Олар үңгірдің түбіне жеткенше тікелерінен тік жүріп келді де, төрлеген сайын төбе аласарған соң әлгі жарық сәулеге жетті. Ол кәдуелгі қазақтың майшамы екен. Өлеусіреген сәуледен жерге жайылған текемет, сырмақ, аң терілері күңгіртеніп барып көзге шалынады. Шаршап шалдығып келген олар жайғасып отырды. Тақ желке тұстан тесіктен тау самалы есіп тұр. Ауыз жақтағы есік сияқты алаңқы тесіктен аспанның алыс пұшпағы жымыңдаған жұлдыздар шоғы көзге шалынады. Сұлубайға мына үңгір үй десе үй ұқсап сезілді. Жерде төсеніш, қабырғаға тіреп жайылған жүк жұпыны үйді көз алдына елестетеді. Көбеген қонақтарым бір шолып өтті де зағымын қабиға түсірді. Қаби, деді тамағын кернеп. Дүние ғұмыр шекті ғой. Осы дүниеде жүкті нар, қайғыны ер көтерген. Қайғының қара теңізіне батпа, мың қайғы бір борышты өтемеген. Амал не? Сайып жарқырап туған жұлдыз еді. Аспанға симай ағып түсті. Қайғыны қайратқа жеңдір деп көңіл айтып, мұң төгіп отыр еді. Жасы 30-ға ілінбеген, маңдайына түсіре қара шалы салған қаралы келіншек серке терісінен иленген кең дастарханды жайды. Былтыр жазда күйеуі оққа ұшып, төркініне қайтып келген көбегеннің қызын көргенде қара үкімет салған қасіреттің бір ғана от басында емес,
әр отбасынан көрінетін байқаған қаби төмен қараған күйі. Алланың пәрменіне көнбеске не шара, деді күрсініп. Жортуылшылар шайға қанып, бойларын жинап алған соң көбеген жіпсіге маңдай терін алақанмен сүртті де. Азғындарда иман да болмасын білуші едім. Енді көзім әбден жетті. Қалқына сенбеген үкімет ғадылдықтан айырылып, абыройы айрандай төгілгеніне мойынсал болмай, енді мынадай өсек аяң таратыпты ел ішінде. Сұлубай мен Сайып қара жолда кетіп бара жатқан керуеншілерді тонап, бейкүнә керекештерді өлтіріп қана қоймай, екеуі керуен басы дүнгеннің қатынына таласыпты. Қан жұтып дәніккен Сұлубай Сайыпты табан астында атып кетіпті. Ал Оспанның өзі бас болып Іргебайды ұйықтап жатқан жерінде өлтіріп кетіпті деп, Іргебайдың туыстарын желіктіріпті. Істің арғы тегінен бейхабар Іргебайдың рулы елі өкіметке қанға қан аламыз, қан ішер Оспанды ұстап берсін. Егер Оспанның өзі қолға түспесе, оның ұрпақтарынан кегімізді аламыз деп қыр көрсетіп, қарыза көтеріп жүрген көрінеді. Өкімет оларды осылай желіктірумен бірге Сұлубай Оспан секілді керуен тонап, адам өлтірген, өкіметке қарсы шығып, ел тыныштығын бүлдірген қарақшыларды кімде-кім тірі ұстап берсе, болмаса өлтіріп басына кеп берсе, 50 яң алтын, 50 еркек қой сыйлық беріледі деген астыртын әмір таратыпты. Ал оның өзге қандай сұмдық ойлады, оны бір Алла білер. Ағайын арасынан азғын шықпайды деу қиын, қалайда сақ жүрген жөн деп естігендерін байыппен баяндап шықты. Сұлубай мысқылды әуенмен мұрнынан мырс етті. Оспан қапар бастаған азаматтар жағаларын ұстап: «Әй, өңшің имансыздар-ай! Енді ел үшін туалып, тұлпар мінгендерді ел жұртқа жау көрсетіп, баланы әкеге, әкені балаға, туысты туысқа салмақ екен-ау» десті. Ой-бой, сатқын мен салдақының, опасыз бен өтірікшінің ар-ұжданы намысы болған ба? Олар өтірікті желдей гулеткен сайын біздің ел жұртқа сеніміміз артады деп Сұлубай көпке қарады. Оспан ел ішіне тараған әлгіндей қаңқу сөздерге назаланып: «Апырай, бейуазғалықты пәлеге итермелеп обалына қалғандай болғанымды қарашы. Бір кезде Есімхан, Ырысхан ел бүлдірді деген атқа қалды, бірақ ел серкесі болып үмітті ақтады. Мен осы серке болсам, қолбасы болсам, әлім жетер ме деген тың бір ойға ауысты». Олар осылайша әңгіме көрігін басып отырған шақта көбегеннің жігіттері үлкен астауды қос құлағынан көтеріп, иісі аңқылдаған жас етті ортаға қойды. Бірнеше күнгі қанжылық жүріс, қан майдан арпалысында шаршап шалдыққан оспандар жас етті құшырлана жеді. Сорпаны да құныға ашты. Олар ендігі сәтте жамбастарына тас батқан мынадай апанда бейне өз жан ұяларында жатқандай-ақ көсіле отырып тістерін шұқыды. Оспан тасқа арқасын сүйеп, қасында қисайып жатқан Қапарға: «Қапардың ет жемесе тісі қышиды, ет жеген соң бірер күн тісін шұқиды» деп әзілдеп еді. Оған көбеген бір түрлі рахаттанып күліп алды. Оспанның ойы да қасындағы серіктерін сергітіп, көбегеннің лебізін тыңдау болатын. Арада шолақ-шолақ бірнеше әңгіме өткен соң: «Сұлукей, Сарсүмбе жақта Бейсұлтан, Қайырбек деген сүйек шатыстарың бар ма еді?» деді көбеген тағы бір әңгімедің шетін ашып. Әлгі екеуінің аты шыққанда қуаныштың құлағы елең етті. Сөз қыстырмады, бірақ үңгірдің аңырақай аузынан сонау көз ұшындағы аспан шетінде шыпырлаған жұлдыздар шоғына қарап отырған Сұлубай: «Сүйек шатысы болмаса да біреуін естуім бар. Біреуімен аз күн дәмдес болғаным едім, оны қалайша сұрадыңыз?» деді. «Жә, жөн», деді көбеген ыңыранып теңселіп отырып. 3 күннің алдында олар Нартай деген жас жігітті тілге жіберіпті. Оның айтуынша, алдағы сәрсенбі Сарсүмбеден Көктоғайға азық түлік тасыған шеріктердің керуеншілері шығады екен. Мынау тартулы тұрған табақ ептеп игілігін көрсін депті. Ал әлгі Нұртайдың Сарсүмбедегі ханзу ұлыққа көшір болған баласына қараған бір қожақ көрінеді. Менің таяуда алған хабарым да естіген дерімде осы. Ендігі билік өздеріңізде, деді салмақпен. Оспан ойланып қалды. Қуаныш, дайын астың арты ащы болушы еді, байқап жеген жөн. Сонда шеріктер қанша екенін айтпады ма, деді. Қараман ердәулеттер елеңдеп қопақтасып отыра алмады.
Осы қазырақ керуеншілерді ауып жүгін түсіріп алатындай-ақ іштей тынышсызданып Оспанға қайта-қайта қарасты. Санын ашалап айтпады. Көп болмаса керек, деді Көбеген. Қапардың өңіне бір түрлі жылулық ойнап шыға келді. Нұртай, деп кемшақ ойлана отырып Көбегенге бұрылды. Өткенде осы жігіт Макилаға атшы болып келгеніне мән бар екен. Ол Бисұлтанның сәлемін бізге жеткізгенде сенбестік етіп қуып жіберген едік, ұят болғаны, Оқасы жоқ. Осы күнде тыңшы дегеніміз құбылып шығатын болды ғой. Кім көрінгенге сене бермегенде жөн, деді Көбеген. Сұлубай тер сіңген қоңыр тебеннен тіккен жейдесінің жағасын ұстап, ілпінді де үңгірдің артқы тесігінен ескен самал желді сіміре отырып сөз қозғады. Көп аға, Бисұлтан айтқанында тұратын батыр. Ол Арыстанбек мына отырған қуаныштарды түрме шағып, ажалдан құтқарып, өзі ажал өтіне жүрген азаматтардың бірі. Ол бір кезде Бұқат бейсіге қолғанат болғандардың ішіндегі ең біліктісі екен. Мына заһарлы заман бәйтеректің бұтағын сындырғанмен ұлы тұлғасына, жан өзегіне құрт түсіре алмаған екен-ау. Сол сияқты бейсілерді, есім хандарды жоғалтқанымен артындағы көре қалғандарды жоғалта алмас. Макиламен бірге келгенде жіпселеп ақпар бергендігіне қарап біз тырнақ батырмаған едік. О да бір кәдеге жараған болды ғой. Бұл хабар шын болса байқап көрмейміз бе, деп Оспанға бұрылып еді. Арыстанбегің хабарсыз кетті. Бисұлтанның ертістің ақшабағын өрге қарай үркіткен болса, ау құрып көрмейміз бе, деді Оспан да көтеріле отырып. Оспанға таяуда қосылған жігіттердің біреуі. Қу ертіс өткелегіндегі күзетші жеріктерді жоймасаң керуеншіні ала алмайсың, ауға өзің түсесің, деп таяудан бері Шібеті, Көкебұлақ, Сарбұлақ өңірлеріне арт-артынан келіп түскен шеріктердің жайын баяндады. Сұлубай олар айтқан ақпарды тыңдай отырып: байқастап көрелік, оларды Қара ертістің өткелінен өткізбей, Көкебұлақтың қара адырына жайғастырсақ, керуенші Көктоғай елі емес, Бурылтоғай елі тонады деген басқаша дақпырт шығады да, біз өсектен аман қалар едік. Онда найза ұшы бірнеше жаққа тарар еді де, жаудың күші бытырар еді. Ал енді Көкебұлақ, Сарбұлақ жаққа түскен шерікке қарамызды көрсетуші болмайық, деп еді. Оспан ойлы жүзін серіктеріне аунатып кемшақ үнсіз қалды. Көп өтпей ой ұшығын жинаған ол: қазір ебін тауып Қара ертіс өткелегіндегі қарауылшыларын қастайық. Егер шамамыз жететіндей болса, онда алдымен осыларды жайпасақ қайтер еді, деді де Көбегенге ақыл салған райды айтты. Жә, сендер осы жобаларың бойынша қарекет жасаңдар. Мен ел ішіне барып хал жағдайды байқастырайын. Ел бөлініп іргеде тұрған бөріге жем болмасын деген бәтуа көрсетті. Олар осылай бір байламға келді де алдағы жорықтың қамына көшті. Ашуы алқымына тығылған Шинжаң салқын қабақпен сазарып орнынан тұрды да жерді қатты-қатты теуіп жіберді. Мойынның күре тамырлары білеуленіп шыға келді. Толы адамның айбары ашуланғанда байқалатын көрінеді. Жайшылықта көз ұясының арғы түкпірінде жымыңдап тұратын бір түрлі жымысқы күлкі сәулесі болушы еді. Ашуға булыққанда әлгі жымысқы сәуле жоғалып, бүкіл әлпеті тас мүсінге айланып кеткендей қорқынышты бейнеге ауысты. Оның мынадай өң беті ішіне түскен сұрқын көргенде Марғаудың жүрегі жарыларға таяды. Үрейдің оты қамшысы жан сарайын сабалады. Егер осы сәтте басы сияр тесік болса, кіріп те кетер еді. Мынадан өткен мәңгірттік болған ба? Үлкен үмітпен оқытқан ат көтергісіз шен берген дубанға қай бетіңмен қарайсың? Қашып пысып жүрген бес садыра бандыға күшің жетпесе, қалың қолға қайтып бас боласың. Қолбасы алдыда жүрмей, атыс кезінде жол бастаушыны оқтың өтіне шығарады деген не? Апырай, Ыбырай өлгенше сен неге өлмедің? Шинжаң сүмірейіп тұрған қолбасыны екі бетіне кезек шапалақтады. Оған да құсалығы тарқамағандай бөксеге май құйрықтың жырмышына дейін тепкіледі. Көзі жасаураған қолбасы күлебеттеніп бүк түсіп отыра кетті. Сарнап, сайрап тұратын ол қазір мылқау. Онан тіл алмаған соң Шинжаң жек мылтығын суырды. Тұр орныңнан. Ұрыста жеңілген қолбасы әскер ішінде тұруына болмайды. Қайда барсаңды бір оқтықсың. Апарыңдар да атып тастаңдар деген қатал бұлжымас үкімді жариялады. Бейшара қолбасының өлім алдындағы жанары
жарылғандай көз жасы моншақтады. Қан болып жерге төгілді. Бірнеше күннің алдында айға шапқан арыстандай Айбары оның торғай құрлы қонсыз күйге түсерін кім ойлаған? Ол 4 тағандап жерге жатып алып: «Мархабаттың тақсырым-ау, қия көріңіз шыбындай жанымды, бүйтіп өлгенше ұрыста өлейінші, атыс алаңына ақтығыре шығарыңызшы, өлсем де арманым қалмас еді» деп тоңқаңдағанда тайқы жаралған сор маңдайы жерге тақ-тақ тиді. Беті ашумен талаурап, көзіне қан толған Гошанжаң: «Қоян жүрек неме, тағы да орны толмас шығынға апармақсың-ау. Қолбасының міндетін жауды жеңу, жауды жеңе алмаған қолбасы қан майданынан сау қайтпауы керек. Егер мұнан кейін қай қолбасы майданда жеңіледі екен, мынаның кебінін киеді» деп әлгі үкімнен айнымады. Бас аяғы көз көрім жерге дейін тізілген қолбасылар мен шеріктері Гоның Айбарынан да, қанталаған көзінен де қатты шошынды. Қағылған қазықтай орындарына қалшиып тұрды да қалды. Гошинжаң үкімет пен әскери іске тең билік ұстағандықтан кіші әскери мансаптылар оған тіс жарып қарсылық білдіре алмайтын. Олар Марғау ортаға алып бірнеше қолбасымен штабқа оралды. Әліге дейін өңіреті орнына түсе қоймаған Го темекіні арт-артынан жалғап тартты. Бір шөлмек салқын шайды сіміріп алған соң: «Жә мәке», деді ол Марғауға бұрылып, оң жағын ала отырған тілмәш Ишанжаңның аузына қарады. Әлгі итің күшігі әскери қолбасылық жақтан әлсіздік етіп, Дубанның да менің де абыройымды төкті, қосынды ауыр зақымдады. Ондай ынжыққа өлім жазасынан өзге жол жоқ. Ал қырдағы қазақ туысқандардың жүрегі қалай соғып тұр? Өзің алға қойған амалға нендей лебіз білдіресің?» деп еді. Ендігі сәтте сәл кеңіген пейіл байқатты. Манадан бергі аласапыраннан басы зеңгіген Марғау сұйықтау, жасық өскен кірпігін оқыс қағып жіберіп сөз саптады. «Іргебай марқұм қырғи сияқты қиядағыны шалушы еді ғой. Оспан айласын қалай асырып кетті? Осы жағын қарастырып тыңдап едім, жеп үшін таба алмадым». Ол шалқая отырып шырт түкіріп қойып, мысық мұртын ширатып нығыз тастады сөзін. «Ел жұртты сендірдім, ру-руға, ауыл-ауылға дейін тыңшы қойдым. Біздің қазақ саудаға жоқ болғанымен параға, мадақтауға ағып тұр. Алтыннан тарту сыбаға беріледі дегенде қолдаушылар көбейді. Осы құпиялықты күдікті ауылдарға, руларға сездірмеуді де тапсырдым. Мұнан бұлай шаруа сәтті жүріледі». Бір қолқанатын атып тынып, қазақтан шыққан итаршысын бабына келтірген соң кеңіп қалғандай болды. Марғауды жотасынан сылап сипап қойып: «Жарайсың, парасаттылықтан батырлық туады. Іргебай қиядағыны шалса, сен қиянындағыны шалар қырансың. Егер Оспан мен Сұлубайларды қолға түсіріп бере алсаң, еңбегің ескерусіз қалмас» деп бүркітті болымсыз жеммен қолына қондыратын құсбегіндей Марғауды шырғалап еді. Бірақ онымен сыралғы Марғау: «Мынау Іргебайға айтқан қотыр мылжыңын маған да айтты ғой. Апырайы, алдыма қарасам өрт, артыма қарасам топан су, қайсысына ат басын бұрсам да қорқыттың көрі болды ғой» деп іштей торықты. Екеу ауашада көп көрім арбасып отырғанда аралықтағы хабар тасушы келіп: «Ойбай-ау, өстіп отырған бар ма? Өздерің тым жайбырақатсыңдар ғой. Қырып кетті, шауып кетті» деді. Біреу қуалап келе жатқанда ентігіп: «Не деп тұрсың ей? Кім қырды? Кім қырылды? Айтсайшы адам құсап», деді Го хабаршыға ақшия қарап. Го бастаған көбілік ойламаған, ойлағанды қойып түстеріне де кіре бермес қанды оқиғаны хабаршы былайша жеткізді. Көбегенді елге аттандырған Сұлубай мен Оспан келесі күні көз байланар шақта күрті жолындағы почта бекетін торуылдады. Дөңгелене өскен топ шырша бар аш кезеңге баспалап жатқан Сұлубайдың қасына жер бауырлап жетті Оспан. Ентігін басып демін ішіне тартып алды да: «Сен өзің тышқан аңдыған мысықтай көп аңдыдың ғой. Көзің не шалды? Осылардың нақсаны қаншалық екені? Арттарына бекініп жатқан шерігі, алдарында бізді тосар бекінісі бар ма екен?» деп Сұлубайдың құлақ түбіне сыбырлады. Сұлубай Оспанға таяна түсіп: «Сандары қаншалық екенін білсем бүйтіп сандалар ма едім? Ей, қазақшылық-ай! Өз көзі жетпегенді қасындағының көзі жетеді деп сұрайтын.
бұлардың санында нем бар? Ептеп ішке кіре алсақ, ойран осырын шығарар едік. Өйткені қазір олар бейғам, біздің белімізді буылы дейді. Дегенде баспалап таяна барып едім, екеуі аттарды көлеңке жаққа арқандады. Алтауы өзенге барып жуынды. Біреуі отын жарып еді, бірі от жағып, бірі су әкелді. Ең соңғысы қалайда мұсылман баласы. Желке жаққа барып мұсылманша дәреттенді. Санасаң тұп-тура 13, өтірік десең алтемен көресің. Оспанда мана кіріп шығып жайбырақат жүрген шеріктердің саны ұзаса 10-нан асар-ау деп мөлшерлеген болатын. Қашанда жанына балап жақын серік санайтын Сұлубайын жауырына қағып тұрып, Алтайдың жонында тұрып, сонау құбыдағы жемтікті көзі шалатын құзғын болдың ғой. Жарайды. Жігітке 70 өнер де аз. Қырандай алғыр, түйғындай алымды болу жігіт сарасының бір өлшемі ғой, деді риза болған пішінмен. Әр тұсқа қарауылдап, торуылдап кеткен азаматтар арт-артынан уәделі кезде жиылып еді. Сұлубай олардан бір-бірлеп сыр тартты. Бұлар өте бейғам көрінеді. Жайбырақат отырған сәтте баспалап барып, бір-екеуін атып тастаса, қалғаны қолға тұрар еді, деді Қапар. Оның да ұйықтап қалғандары барып басып қалайық, деді Ердәулет. Сұлубай серіктерінің мына гу-гуын де қазақы бейғамдық деп түсінді. Ол да осы сәтте балуанға түсетін адамша, бәйгеге шабар саңлақша бір түрлі елегізіп қызынып отырған. Олардың ақыл айласын ой таразысына мысқалдап шықты. Бір сәт үнсіз отырды да. Алдымен бұлар түнде қарауыл қоя ма, әлде керуеншілердің алдынан шыға ма, осыны бір байқастайық. Онан кейін тыныш жатып ұйықтаса, олар асулы ет қой. Қалай жегіміз келсе де болады емес пе? Деп басындағы түйіншегін босаған шытын мықтап таңды. Ымырт үйірілгелі қашан, жазғы түннің қара шымылдығы барған сайын төмендеп келеді. Оның үстіне аспан аясын қара қошқыл бұлттар торлап, алыстағы сонау жон Алтай жақтан жарқыраған найзағай шапағы білінеді. Көп өтпей бұлттар қабаты қалыңдап, ойға таман ойысып, бүкіл бөктер тауды қараңғылық торлап алды. Тап осы кезде шеріктердің шатыр алдына жаққан отының алауы көзге шалынды. Олар сәлден соң алқақ отаны отырып, қолдарын ербеңдетіп әлденеге гуілдесіп жатты. Қараңғы түндегі алау бейне айна іспетті өз маңын түгел анық көрсетеді ғой. Олардың қазіргі барша қимыл әрекеті төбешікте отырған оспандарға анық көрініп тұрған. Еті женді орта бойлы біреу жеңін шынтағына дейін түріп тастап, қолындағы шыны ма, шөңке ме, әйтеу бір ыдысты биік көтерді. Ішінде әлде қандай бір ішімдік болса керек. Алдымен өзі салқылдатып жұтқандай болды. Онан кейін қасындағылар да жағалата ұсынды. Шай қайнатымшақ өтпей-ақ шұрқырасып, құшақтасып, майрағайда сайрағай болды да қалды. Ошың, байқадың ба? Мына шошқалар есірткіш су ішіп әбден желікті. Құдай берейін дегенде май құйрықты осылай береді, деді алдыңғы жақтан көз алмаған Сұлубай. Қараман мен Қапар, шіркін-ай, мыналар енді тұзаққа түсетін шыл сияқты оң атына келді ғой. Атайық па, десті. Арада етасым уақыт өтпей-ақ шеріктердің шулап дүрілдеуі асқына түсті. Сұлубай серіктерін қасына топтап, енді ептеп ішкерлеп көрейік, деп қарауыл төбеге қанжығаларды тастады да жеңілтектеніп төмен қарай аяңдады. Қарауылда тұрған Ердәулет әлде қандай бір дұға оқып жасағанға мінәжат білдіргендей ішінен күбірледі. Жандарын қолына ұстап өзектеріне өлімге кетіп бара жатқан азаматтарды желпігендей желемі кесіп еді. Аспанды сірестірген бұлттар бейберекет жөңкіле сүйір сопақ тұмсықтарымен ақ-иық шоқыларды сүзгілеп шар тарапқа жөңкіле жатты. Түн қараңғылығы барған сайын тұңғиық тартып, сайға түскен Сұлубайларды жұтып қойғандай көзден тасалай берді. Алда келе жатқан Сұлубай күн батар алдында мөлшерлеген бағыт бойынша шатырдың бас батар жағындағы қос самырсын түбіне тоқтай қалды да екпеттеп жата қалып алдыңғы жаққа көз салды. Құлақ түрді. Баяу ескен желмен отқа жаққан қызыл қарағайдың, су жалбызының, жас ерменің бір түрлі қышқыл иістері мұрындарына келіп, оларды алға жетелегендей еді. Сұлубай 10 қадамды еңбектеп барып тоқтады. Кенет өкпе тұстарындағы жалғыз қарағайдың төбінен жылт-жылт еткен темекі шоғының сәулесі көрінді көздеріне. Оспан жер бауырлап жатып қарағанда, қора шетінде
шанышқан қарақшы сияқты обиып отырған күзетшіні байқады да қасындағы Сұлубайға бұрылып: «Қайтеріміз мынаны?» деп сыбырлады. «Қайтушы едік, мен барып көрейін», деді де Сұлубай еңбектеген күйі әлгі күзетшіге сырт айналып беттеді. Әлгінде күзетші мүлгіп отырған сияқты еді. Оның құлағына да дыбыс шалынды ма, орнынан тұрып жан-жағына құлақ салды. Қақиып кемшақ тұрып қайта отырды. Осы сәтте күзетшінің көкжелкесіне жеткен ол инша секіріп барып алқымнан ала түсті. Абайсыз отырған күзетші де қарулы екен. Бірақ сайланып келген жауды дымын шығармай ілезді-ақ үнін өшірді. Сұлубайдың шапшаңдығы мен қарымдылығына сүйінген Оспан: «Қылша мойнын талша бұрадың ғой, сорлының. Шын өлді ме, әлде өтірік өліп жатыр ма?» дегенде Сұлубай еңкейе үңіліп қарап алып: «Өлік өлген сияқты» деп өліктің кеудесіне құлағын таятып барды да: «Мынауың қазақ бей, басындағы шытын қараш, ау жасаған Алла». Екеуі өлушінің қазақ екенін басындағы шыты мен борбайындағы тақыр шалбарынан, аяғындағы көн етігінен айырды. «Сатқын», деді Сұлубай тістеніп. «Осы керек, дүзі қара. Ойына не алды екен?» Күбірлеп жүріп өліктің басындағы шытын жұлып алды да жұмарлап аузына тықты. Қайта бас көтере алмастай отқан жарғабақтың астына итере салды. Екеуі ентігін басып, жүректерін тоқтатып шеріктер жаққа көз салды. Олар отпен ойнаған жынды көбелек сияқты қол аяқтарын ербеңдетіп, түсініксіз тілде әндетіп қарқылдай күліп, қызықтың қызба табанына ауысқан еді. Есірткішкен бейбақтарды қос өкпеден қысқан жөн. Қапар аяқ жағынан, Қуаныш бас жағынан, деді де Сұлубай оң жақ бүйірден тимек болды. Олар тұс-тұстан тұтқиы лап қойғанда шеріктер төбесінен жай түскендей қалшиып тұрып қалды. Жеңілтектеніп алған азаматтардың алдында олар қолдарын көтеріп тізелерлеп отыра қалысты. Кенет кескен теректің түбіріндей біреу: «Хаса туфи лайла, са деп беліндегі мауызырды жұлып алмақ еді. Ту сыртынан келген Қуаныш үлгіртпеді. Қырлы селебені жауырынның ортасынан салып жіберді де қас қағым ішінде толғап суырып алды. Қарсыласпақ болған басшысы қарсақтай арс етіп жер құшқан соң, қалғандары көтерген қолдарын түсірместен бейне жерге кеп бара жатқандай қонсып аласара берген. Кенет тағы да абыр-сабыр сәтте: «Ағатайлар-ай, дініміз басқа болса да құрым тулақты туысы едік қой. Қасықтай қанымды қиыңызшы» деп топ ішінен зар илеген жалынышты дауыс шықты. «Тақсырлар-ай, атым Серен, төре дүңшінің ауылыныкімін». Маңғұл дүңшен қолын төбесіне қойып жүгініп отыра қалды. «Төре дүңшінікі болмақ түгіл, Шыңғысайдікі болсаң да атып тастар едім. Қидым жаныңды бір жолға. Кәне, мыналарды қолдарын артына қайырып матап таста», деді Сұлубай әмірлі дауыспен. Серен оларды байлап жатқанда қасқа бастау біреу жалтақтап тұқырып отырған. Серен тап соған таяна бергенде әлгі тиынша секіріп тұрды да алды-артына қарамай өзенге жүгірді. Сұлубай қуалап жеткенше ол ақ толқынын ширатып аспанға атқан өзенге қойып кетті. Мелшиіп тұрып қалған Сұлубай: «Әттеген-ай, мына кәпірдің ерлігін арттырып кеткенін қарашы. Досың да дұшпаның да батыр болсын деген осау. Жарайды, батырлығыңа», деді де бір түрлі рахаттанған бейнемен. Түн ортасы ауып кетті. Аспандағы манағы қалың бұлттарда жыртылып, жентек-жентек болып бейне бұзылған сең сияқты тұс-тұсқа тарап жатты. Жыртылған бұлттар арасынан жадау тартып сарғайған қадау-қадау жұлдыздар шоғы сығалай бастады. Аспан сыздап, барша ғалам тынып қалған осы сәтте қолға түскен шеріктерді бейне жыртылған бұлт арасынан сығалаған жұлдыздар сияқты көздерінің астымен ұрлана қарап ағым күткендей мүсәпір қалын байқатады. Бір етасым уақыттың алдында тыныш жатқан қазақтың жалпақ даласында жынды көбелек сияқты жалпылдаған олар еркіндіктен айырылып, осыншалық бейшара күйге түсерміз деп мүлде ойламаған еді. Оларда еркіндіктің қаншалық қымбат екенін енді ғана түсінгендей. Сұлубай Серенге отты лапылдата жаққызды да бір шетке барып отырды.Ығын оқтап алған қарамен лаулап жанған отқа шеріктердің үш құрлы темір қазығын әкеліп қыздырды. Темір әбден қызарып алған соң: «Жә, мыналарға өлім жазасын береміз бе, әлде май құйрықтарына таңба басып қоя береміз бе?» деді.
Олар шеріктердің алдында аттарын атамай құпиялық сақтау уәдесі бойынша Сұлубай да сөзді жәмен бастады. Жә, бұл сілімтіктерді өлтіріп арам қанымен қолымызды туған жер топырағын былғағанша, өлгенше естерінде жүрерлік құйрықтарына таңба басса қайтер еді. Жоқ, таңбаны беттеріне, маңдайларына басқанымыз жөн. Сонда ғана мәңгі естерінде жүреді. Дұрыс-ау, құйрықтарынан басқан таңба көзге түспейді, беттеріне басу керек деген сөзді серен арқылы оққан тұтқындар көгендегі қозы лақтай шуласып кетті. Сұлубай ұлардай шулаған тұтқындарға жағалата көз тастап алды да: егер таңба басудан қорықса, тағы басқа қандай тілектері, талаптары бар екен, сұрашы, деп серенге бұрылды. Тақсырлар-ай, осыдан былай сіздерге басы байлы құл болайық, айтқандарыңызға көніп, айдағандарыңызға жүрейік. Екеу шыбындай жанымыз қалса екен, деді маңдайлары жерге жеткенше еңкейіп. Егін сыбанып от басында тұрған Қараман: сонда бұларды атып тастамаймыз ба, әлде таңба басамыз ба, деді де ұқтап балқып тұрған темірді қолына алды. Дүңше, сен сөзді дұрыстап айт. Біздің қазақ ханзуды қойып, өз ішінен құл ұстап көрген жоқ. Сарсүмбіден шыққан керуен қашан жетеді, қай жолмен жүреді, оларды қаншалық шерік қорғап келеді, осыны жасырмай айтса, қандай тілектер болса да береміз, деп Сұлубай соңғы бекімді айтты. Тілмәш арқылы бар сөзді есіне түйген, жасы 40-тар шамасындағы қара торы, қырғи қабақ шерік кезерген ернін тілімен сілемейлеп алды да Сұлубайға жалбарына қарады. Іштей, осы халық, мұсылман қауымы кәпірге қарағанда көңілшек келеді. Алланы ауызға алса айтқаныңды орындайды деуші еді, мынау жібіген райбай қатты ғой деген оймен. Жақсылыққа жақсылық адамның ісі, жақсылыққа жамандық наданның ісі дейді екен қазақ қариялары. Сіздерге ендігәрі жамандық сайласам, тікемнен тік тұрғызып бауыздасаңыздар да арманым жоқ. Күріш пен ұнын артқан 20 шақты түйені қорғап келе жатқан 10 шерік, жол бастаушы бір почташы ғана бар. Олар азық тасушы ғана емес, Оспан мен Сұлубайды ұстамақ. Егер осы екеуін қолға түсіре алмаса, қатын баласы мен Сарсүмбеге зорлықпен жүріп әкетпек. Ал керуенді қолға түсіріп бер десеңіз, міне мен дайынмын. Құдайға сеніңіз, маған сеніңіз дегенде Оспан Тілмәшқа таяна барып: апырау, сен дұрыс аударып тұрсың ба? Әлде ойыңнан шығарып тұрсың ба? Мынау қазақ салтын, Құдайды қайдан біледі, деді таңғалып. Тақсыр-ай, өтірік аударсам тілімді кесіңіз. Қазақты алдау үшін бұларға осындай қазақ әдетін үйреткен, деді Дүңше қолын кеудесіне қойып. Осы уәде бойынша келесі күні түс ауа көке бұлақтың қара ертіс жаққа қараған асуына ілінді де, қан мен тер төкпей-ақ керуеншілерді қолға түсірді. Сұлубай шеріктерге оқтаулы мылтығын кезеп тұрып: анттарың бойынша шыбын жандарыңды кештік. Бізде өздерің сияқты Оспанды іздеп жүрген жандармыз. Естісек, Оспанда сарбазда көп, сайгүлік те көп сияқты. Түбінде осылар жеңбей қоймас, жандарыңды бағыңдар. Менің атым Іргебай, Шыңғысайға, Жанымханға дұғай сәлем, деді де тұтқындалған шеріктерді босатып жіберді. Шеріктер бір қырқаны асып, арттарына бұрылғанда будақ-будақ түтін шалынды көздеріне. Бұл олжаға алмай Сұлубайлардың өртеп жіберген киім-кешек, көрпе жастығының түтіні екенін шеріктер я білді, я білмеді. Бірақ әккі пошташының қулығын асырып, көке бұлаққа іліне қара ертіске асып кеткенін Сұлубайлар да білмеген. Дәл осындай орны толмас сәтсіздікті баяндаған пошташысының өңінде қан сөл жоқ, тірі аруақ сияқты көрінді Гошанжанға. Маңдайын соқ саусағымен тіреп, бір сәт ойға батқан Гошанжан: апырау, Іргебай кім? Өлген Іргебай тірілмесе керек еді. Іргебай аттағы бір банды шыққаны ма? Оспаннан өзге де бізден қулығын жасырып, өнерін асырып жүрген тағы кімдер бар екен, деп ақылы таусылғандай сұлық отырып қалды. Айғай-шулы ақыраңдаған заманның арпалысты күндері қалай өтіп бара жатқаны Сұлубай мен Оспанға белгісіз еді. Биылғы жаз есіл күндердің еңсені басып, қам қасіретпен өткеніне Сұлубай іштей назаланса да, сыртқа білдірмеді. Көңілі
елі көшіп құлазып қалған сары жұрт сияқты аңырап тұрғанымен серіктерінің ортасында алмас семсердей жарқ-жарқ етіп жүре береді. Ол тап осындай ішкі жан арпалысымен бұлақтың басына ілінгенде мезгіл сәскеден асқан еді. Оның серіктері аттарын қарағай қалқасына қаңтарып, шасы төңкерілген кейкетке келіп отырды. Оспан сары мейіз сияқты кептірілген түйенің өркеш терісінен тіккен дөңгелек торсығын Сұлубайдың алдына қойды. Беліндегі сапта аяқты алып, толар-толмас қымыран құйып Сұлубайға ұсынды. Осы айдағы арасан суымен шайқалған жас құрттың қымыраны қатты шөлдеген Сұлубайдың сарығын басып, жадыратып тастады. Кеңсірігі кеңіп, көзі шырағдай жанып, жайнап кетті. Түгі қырылып, тысы тозған көнетоз қара елтірлі тымағын қолына алды. Кеше түндегі көбегеннің үйінде болып, естіген білгендерін баяндай берді. Апырау, осы көбағаңның көріп кел қасиеті бар ма қалай? Әйтеуір болжап біліп отырады ғой. Оспан жүректі болғанымен алдыңғы қанды қырғын ұрыстардың ішінде көп болмады. Дегенімен жүрегіне қарай ақыл қулығы асып тұр. Біздің төбімізге жете жаздаған бітім деген жылымның шетін баспады. Амал қанша. Кемеңгер деген Шәріпқан, Бұқат, Қалелдер жылымды көріп тұрып түсіп кетті. Сен мұнан былай Оспаннан айырылма. Ақыл қосып, мына халықты азаттыққа шығару жағында болыңдар. Әлгі Арыстанбек те ақылды, білімді оқыған көрінеді. Ақылшылыққа қастарыңнан тастамаңдар. Саусақ бірікпесе еш нәрсе ілікпейді деп ерекше бір ақтарылды деді. Сұлубай Оспанға көбегеннің ақылын жеткізе отырып, көн етігін шешіп, жұқа ақ киізден тіккен байпағының қонышын қайырды да, тойынып алған қара битті жалпақ тұяғының көбесіне қойып, күтірлетіп сағып-сағып тастады. Оның мына қылығынан көз алмай отырған Оспан иығын сәл қозғап қойып, Жәнібек батырдың тұла бойын ешкі отыр сірестіріп мазасын алса да, Маңғаз батыр денесіне саусағын тигізбеген екен. Сен қалайша балағыңдағы бірнеше тал битіңе ерікті көргенде өшіктің? Сабырсыз елдің баласы деуге аузын бармай отырғаны, деді реті келгенде Сұлубайды әзілмен шымшып отыратын әдетімен. Түзде көп жортқан кісінің жүрген жері өз үйі сияқты болып кететін түрі бар. Сұлубай 6 қабат мамық көрпенің үстінде отырғандай бір түрлі жайдары бейнемен Оспанға иегін көтеріп қойды. Ошың, қызықсың осы. Жәнібекке ешкі отыр шыққанын көрген кісі болғанымен қазір аңызға айналған ерлігі толып жатыр. Жәнекеңде осы Жәнтекейдің ұрпақ екен ғой, деп қолындағы байпақты бір шетке тастап қайта сөйледі. Қазір айтылмағанымен кешегі өткен Ақтеке, Ұрысқан, Сүлеймен, Мұсаларда өз кезінің Жәнібек емес деп кім айтады? Ұлы жылғы қанды қырғында шайыт болған батырлар ұлт намысы, ұлт азаттығы үшін жанын пида еткен жоқ па? Жау қолына тірі түспеу үшін жауды жам сатып тұрып, ең соңғы жалғыз дала оқпен өзін өзі атқан Нұрпейіш Жәнібектен кем бе еді? Тағы бір замандарда біздің осы ел үшін шайыт болған есіл ерлерде Жәнібек сияқты аңызға айналар қисса болып жазылар. Бәлкім осы жүрген бәрімізде де кейінгі ұрпақтарға керемет деп мақтаныш тұтар, деп отты ұшқын ойнаған шүңірек көзінің сағымын ендігі кезек қасындағы серіктеріне тастады. Ойланып төмен қарап отырған Оспан, арғы бергіні қара судай сапырып аударып төңкеріп тастадың ғой. Көбағаң менің батыр екенімді қайдан білсін? Ол екеуміз қанжар ұстап қанды қырғынға қатыспадық. Ақыл дейтінде менде қанша ақыл бар. Көзі бар адам жылымыға қалай түседі? Ақылы бар адам өлерін де біледі ғой. Ал енді ермек әңгіме болсын, Көбағаның көріп келін айтшы, деді. Сұлубай жапырағы сарғая бастаған орман мен сары жұртты құлазыған қонысқа қарай отырып бір түрлі тебіренген бейнеде сөз қозғады. Бұл ғаламда қақтығыс, қан төгіс, ақылмен бітсе, сөзбен шешілсе не арман бар? Ошың мен Көбағаның көріп келін айта алмаймын ғой, десе де саған жолдаған сәлемін айтайын. Оспан екеуің ашыққан халыққа, тарыққан халыққа жүрек жалғар олжа жібергендерің ел жұрттың иығын көтеріп тастады. Берлік батырлық деген осы.
Мына үкімет шерігі санының көптігімен, қару-жарағының күшімен көтерілген қауымды баса алмайды. Олар көп болғанымен шөп екенін ұқтым. Енді осы шөпті ебін тауып ора беріңдер. Аттан ат қалса құлағын кес, қыраннан қыран қалса қияғын кес. Қазақ талай қанды қырғынды көрген халық. Мынау жау баяғыдай жоңғар шапқыншыларынан қиын емес көрінеді. Алған беттеріңнен қайтпаңдар. Оспан екеуіңе айтарым осы: шеріктерге шамамыз келмейді демеңдер. Егер Алтай бетіндегі қауым жаппай атқа ер салса, мына үкімет шерігімізге топан суы қаптаса да тобығымызға келмес еді. Сұлубай көбеген сынды сындарлы ел ағасының сәлемін жеткізіп болған соң демалғысы келді ме, төбесінде төңкерілген көк аспанға телміріп үн-түнсіз жатып қалып еді. Сұлукей, ел ішінде тағы нендей әңгімелер бар екен, деп Оспан қайтадан сөзге жетеледі. Ошың, айтайын деген тағы бір хабарды ұмытып барады екен ғой, деп басын көтерді. Көп ағаң бізге елді сырттай қорғасын, ел ішіндегі шаруаға өзім бас болам дей келіп мынаны айтып еді. Әлгі марғау деген неме ел ішінің берекесін кетіріп мазасын алып жүрген көрінеді. Оспан мен Сұлубайдың бірін тірі ұстаған кісіге ат басындай алтын, ат бойындай тақ берем, түңліктей алтын тон жабам иығына деп жар салыпты. Ошыңи, ауызы аққа, ауы атқа толған қу мойынның бүйеуін қарашы. Осы доңызды қолға түсіре алсақ, басын кесіп, ел көп өтетін қара жолға іліп қояр едім. Сұлубай бір сәт тыныстап алған соң әңгімесін қайта сабақтады. Көп ағаң азаттық жолында барымды құрбанға шалам, Есімхан Ырысқан бастаған көтеріліс жарым жолда қалмасын дейді. Қандай Дария көңілжан деш? Екеуі тағы да кемшақ үнсіз қалды. Оспанның көңіліне қай-қайда оралды. Апырау, Сұлубай маған сенбей жүрме, әлде көп ағаң сенбейді деген күдігі бар ма деген ойдың жетегінде сөз қозғады. Сұлукей, көп ағаң көптің адам екенін түсінем ғой, десе де Жанымханға қарап жантекейлер бірін-бірі ұстап береді деген бөтен ойым болған. Әлі де көңілімнің бір ұшында тұр. Бірақ басқаға болмаса да көп ағаң екеуіңе сенемін. Ендігі бұқпантайлаудың түк қажеті жоқ. Ораты келген жерде орып отырған жөн деп Оспан да ішкі байламын ақтарды. Екеуі осылайша серіктерінің ортасында отырып, саналыда, санасызда ой жотамен алдағы атартаң батар күн, ел тірлігі, жігіт ерлігі жайлы хикаяны бір кезең асырып тастап еді. Сұлубай қос жағына барып демалғысы келді де орнынан тұрды. Күн кешкіріп барады. Сайқын бұлақтың сай саласын қоңыр көлеңке жапты. Қоңыр көлеңке түскен сай саладан салқын жел еседі. Күзге салым қуаң тартқан тау гүлдерінің иісті шөптердің жұпары танау ұрса, тастарды жалап сылдырап аққан тау бұлақтарының сылқым дауысы көңілге күмбірлі күй сарынын салады. Тау өлкесінің кешке салым тыныштық құшағына ауысқан шағында Оспан мен Қапар ауаша шығып кетті. Салқын самалды көп деп сағынған Оспан тынысын кең алып қомағайлана жұтты да жай ғана күрсініп еді. Не болды ошың? Деді Қапар сырға жапырағы жерге сырғанап түскен қарт қайыңның түбіне тоқтап. Оспан екі қолын артына ұстап, кек жиып тұрып, түсін сала сөйледі. Саған не болғанымды айтайын, дегелі қашан? Білгің келсе де, келмесе де, сырымды саған шашқалы тұрмын. Ақ сөйле. Қапар оның бетіне таңдана көз қиығын қырынан тастады. Ақ сөйлемегендеші. Екеуі қайынға сүйеніп қатарласып алды. Қапар шынына көшті. Ежіктемей ақтарыл. Жанымды сенің жаныңа қосып, бір шаршақ шүпірекке түйгенімді түсінбейсің бе? Сен заман шаршатқан шарғы күнде шарбыңды ақтарсаң, мені шалқаяды деп ойлап па едің? Айта бер, құлағым сен жақта. Оспанның тотыққан тобылғы түстес реңіне бір түрлі қызыл нұр сызаттары ойнап шыға келді. Жанарынан ішкі жан сезімін паш етер бір ұшқын лапылдап, көз шарасында кілкілдеп тұрғандай еді. Қайшы біткен қасын керіп, іштей ұзақ тыныстап алды да, дешілікке сайсаң да, қылмысқа баласаң да айтайын. Ол сөзде ұяттық болмас дейім.
деп Қапарды нағысы келгендей тесіле қарап еді. Айта бер, қазір ұят азайып намыс кернеген кері заман ғой. Қапар сол намыс қой, маған бұл сөзді айтқызғалы сол бір істі істеткелі отырған. Марқұм Қымылдың қатыны бүгінгі әмеңгерлігі жағынан ғана емес, қыз кезінде де онан көңілім болғаны хақ. Кейін елдің туыстардың берекесіне кір түспесін деп жолды Қымылға берген едім. Ал мынадай арпалысты күнде де көбелек құсап көлбен қағып көз алдымнан кеткенді қойып, бүгін түнде соған бір соғып қайтқыш ойым бар. Бірге барасың ғой? Оспан сөйлеп тұрғанда қырын қарап жақтырмаған сай байқатқан Қапардың қабағы түйіліп, кірпіктері тікірейіп, өңі де бұзыла қалды. Етігінің тұмсығын жерді шұқылап, сонда қол салғалы барасың ғой? Деді. Оспан да ойын жасырмады. Анығын былай деп бірақ ақтарды. Қол салғалы бармағанда құдалық сөйлескелі барады дейсің бе? Ол менің жесірім, қалай баруыма да болады. Оспанның сыры мен мінезі Қапарға белгілі. Оспанның кейде ұстай кететін мұрындықсыз бұқа, кескесіз бура сияқты қадетін тосу басқаның қолынан келмес еді. Ықыласы мен нәпсісі шайтан жолына ауған оның бетін бері қаратуға дәрменсіздік етсе де, сезбеген бейнемен алдына қара бура сала сөйледі. О, құдауанда! Адамды саптан айырылайын дегенде шайтан итекке осылай көнеді екен ғой. Мынадай сырың құрып қалсын. Өлі аруақтан шеттеп, тірі мемейдің көзіне шөп салмақсың ба? Мемей бір ғана сенің отбасыңның құты емес, тәмам Айтоғанның құты болып келеді. Тірінің киесі өлінің аруағы атып жүрмегей дегенде Қапардың дауысы қатаң шықты. Екеуі ес біліп етек жиғалы, телі төлдей тең өскен, араларынан қыл өтпейтін тату болатын. Қапардың түсінің тез өзгергеніне де, әлгі сөзіне де Оспан кеңкілдеп қатты күлді. Қапар, деді күлкісін тез жиып. Мынау Кешілбайдың бүркіт сайы. Сала-саладағы бізге 5 саусақтай жаттанды болса, екеуміз де бір-бірімізге сондаймыз ғой. Егер Баянды менен қызғансаң қойдым, жол саған ақ берейін, деп оған салмақ салғандай қойып жол берген рай байқатып еді. Сапардың қалың қасты жарқабақы суық ызғар шашып, түсі барған сайын бұзыла бастады. Іштей ашуға булығып. Оспан, сенің жолың маған не керек? Мен қатын үстіне қатын алуды өңімді қойып түсімді де ойлап көрмегем. Аруақ аттамаймын. Егер туыс-туғаның қатын балан қосылса, ала бер, мен араласпаймын, деді. Оспан Қапарды тақымдай түсті. Қызық екенсің, Қапар. Әмеңгерді сен алмасаң, я мен алмасам, көпе-көрнеу жатқа кетсе, аруақ аттаған демей немене? Мына жәдіктердің бір жігіті Баянға сөз салып жүр деген суық хабарды құлағым шалды. Қапар ойланып төмен қарап тұрып қалды. Түйген қабағын ашпастан. Екі қатын алғанның жауы үйінде дегендей, мынадай аумалы төкпелі заманда басың дауда, елің жауда қалмаса болды. Ерік өзіңде. Бірақ деді де суық рай байқатты. Бір ағыңның айт, сөз аяғын жұтпа. Қапар бейне сайланып алған даугердей Оспанға таяп қарсы алдына жүгіне отырды. Кірпік қақпастан сөйлеп кетті. Баяғыда осы сен сияқты сідігі басына шапқан біреу жиреншеге барып қатын алу жөнінде ақыл сұрапты. Сонда жиренше: тайлы бие аларсыз, тайы тепсе қайтерсіз, есік көрген біреуді аларсыз, сененде зорды көрген деп кек жінсе қайтесіз, бесік көргенді аларсыз, көрген қызығым өзіңсің деп аймаласа жарарсыз депті. Сол сияқты ғой жар сүю деген. Баянның ерткен тайы бар, талмау жеріңе күндердің бірінде теу жіберсе қайтерсің. Емей бесік қана көрген нақ сүйерің ғой. Қатты толғанып отырған Оспан да айырмас бір байламға келген сияқты Қапарды иығына қағып: айтқаныңа болайын. Тайы тебе ме, айғыры тебе ме, қайсысы тепсе онысы тепсін, тап осы Баянның жолында кім тепсе де көрдім. Бүгін түнде Баянның қойында болуым керек. Серік болам десең жүр, шірік болам десең қал, деді де орнынан тұрды. Ол екеуі жұп айыра алмады.
Зимастағы Баянның үйіне қарай өтетін қияға жеткенде түн қараңғылығы қоюлап, мал жусап, ауыл шырт ұйқыда батқан еді. Қапар ауыл сыртындағы топ теректің түбінде қалды да Оспан жаяулап Баянның босағасына зорға жетті. Ентігін басып, етігін шешті де қоңыр үйдің есігін ептеп ашып, бір заманда кіріп те кетті.